Қазақстанда 30 жасқа дейін долларлық миллионер атану мүмкін бе? Негізі 2017 жылы мен 22 жасымда өзіме осындай мақсат қойдым да, 30 жасыма дейін маған миллионер атану мүмкін емес сияқты көрінді доллармен. Бірақ мен өзіме 31 жасыма дейін миллионер боламын деп шешім қылдым. 31 жасыма дейін миллионер болу үшін белгілі бір стратегияларды жасадым. Содан кейін сол стратегиямен мен 22 жасымнан 31 жасыма дейін 9 жылдың ішінде дәл сол қадамдармен жүріп отырсам, мен миллионер болуым мүмкін деген өзіме шешім келдім да, сол қадамдарды істей бастадым. Әлі күнге дейін істеп келе жатырмын. Қазір жасым 29-да. Бұйыртса, мен қазірге енді өзім дәулетімді есептесем, бұйыртса 31 жасыма дейін емес, тіпті 30-ға толмайды миллионер болып қалатындай түрім бар. Но көреміз да, алда бола жатар. Бірақ мен Қазақстан туралы статистиканы іздедім. Ол үшін ChatGPT-ға мынандай сұрақ қойып жатырмын. ChatGPT деп айтып сұрап жатырмын да, Қазақстанда неше миллионер бар деймін. Сөйтсем, енді нақты деректер жоқ дейді. Бірақ 2023 жылғы есептер бойынша Қазақстанда 10-15 мың долларлық миллионер бар деп бағаланады дейді. Сөйтеді. 2022 жылы Henley Partners және New World Wealth деген жүргізген зерттеулерге сәйкес Қазақстанда 10 мыңнан астам адам 1 миллион доллардан астам байлыққа ие болған дейді. Яғни, көбісі Алматы мен Астана қаласында тұрады дейді. Енді қараңыздар, 10 мың адам деген не? 10 мың адам деген бізде 20 миллион адам өмір сүреді. Мен бағана ғана көрдім, 20 миллион 235 мың адам бар екен. Енді соның 1% қанша? 20 миллионның 1%. Ол, қателеспесем, 20 мың, ой, даже 1% 200 мың ба? Ема, 20 миллионның 1% 200 мың екен ғой. Себебі 10% 2 миллион болса, 1% 200 мың екен. Енді қарай, 20 миллионның 1% 200 мың адам. Ал 0,1%, 0,1% дегеніміз, ол 20 мың адам. 0,05% демек 10 мың адам. Яғни, сен Қазақстанда тұрып, долларлық миллионер атану үшін Қазақстандағы ең бай 0,05%-ке кіру керек. Қорқынышты ма? Қорқынышты, Тағы да бір мысал келтірейін. Долларлық миллионер атану үшін Қазақстанда да, қазір 20 миллион 235 мың адам болса, айталық, адамдар байлығы бойынша бірінші орыннан соңғы орынға дейін былай реттестіріліп тұрсын делік. Сіздің астыңызда 20 миллион 225 мың адам болу керек. Почти нереально, да? Нереально. Содан кейін мен мынандай сұрақ қойдым ChatGPT-ға. Бұл миллионерлердің орташа жасы нешеде дедім. Сөйтсем, әлем бойынша 55 жас екен, орташа жас. Яғни, 30 жаста миллионер болам деген шешім, почти қате шешім, ол өте қиын. Бірақ 55 жаста миллионер болам деген шешімге келу нормально. Яғни, сіздің араларыңызда көп адам ойлауы мүмкін. Так, әсіресе жастар ойлайды да, так, мен қазір бит жіберем, сөйт жіберем, аспаннан маған жауып жібереді, содан кейін мен 35 жасымда миллионер болып кетемін деп ойлауы мүмкін. Өте қиын да. ақш пен Европада болсақ 50-60 жас екен, орташасы, бірақ Азияда жақсырақ екен. 40-50 жаста миллионер болу керек. Яғни, сіздерге бұл видеоның атауын енді 30 жаста миллионер болу үшін 25 жаста мына қадамдарды жаса деп жатырмын. Давайте 30 жаста кішкене қиындау сияқты, сондықтан бүйтіп айтайық. 40 жаста миллионер болу үшін 25 жаста осы 5 қадамды жаса деп айтайық. Бірақ мен өзім 22 жасымнан бұйырсам 29 жасыма дейін осы қадамдарды жасап келе жатырмын. Бірақ мен үшін менің сәттілік бұйырды деп айтса болады. Себебі мен үшін бұлар кішкене жылдамырақ болып жатыр. Себебі мен тіпті 30 жасыма дейін бұйырса миллионер болып кетейін деп жатырмын. Құдай қаласа, Бірақ мен үшін жылдамырақ. Бір кісілер үшін ол чуть баяуырақ жұмыс жасайды, бір кісілер үшін жылдамырақ жұмыс жасайды. Бірақ осы 5 қадам менің ойымша кез келген адамның тіпті долларовый миллионерға жетпей қалып, мақсатыңыз орындалмай қалып, 500 мың доллар ғана жинап қалсаңыз, оныңыз жаман емес ақша деп ойлаймын. Сондықтан осы қадамдар сіздерге біраз нәтижелер береді деп ойлаймын. Сонымен қадамдарға көшейік. Ең бірінші қадамды былай айталық. Бұл 5 қадамды, давайте форматын былай жасайық. Бірінші былай істе емес. Сіздерге 5 түрлі сұрақ қойайын. Осы 5 түрлі сұраққа жауабыңыз иә деген болса, ол жай ғана мынадай күмәнданып бар, білмеймін, мүмкін иә сияқты емес. Нақты, утвердительный дейді ғой, нақты иә деген жауап айтсаңыз, онда сізде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Ең бірінші сұрағым былай айтылсын. Ақша ағымын дұрыс басқарып жатсың ба? Яғни, бұл жерде сіз иә деп айту үшін кішкене терминдарды түсінулеріңіз керек та. Ақша ағымы деген не?
былай қараған кезде, яғни ағым деген әдетте қозғалыстағы дүние. Яғни ақша деген сіздің қолыңызда әрдайым қозғалыста болады. Ол ешқашан бір жерде жатпайды. Ақша деген сондай, ешқашан бірде жатпайды, әрдайым қозғалыста болады. Яғни сізге келіп жатады, сіздің қолыңыздан кетіп жатады, басқа дүниеге айналып жатады, ол акцияға айналып жатады, алтынға айналып жатады, бизнесқа айналып жатады, бургерге айналып жатады, очкиға айналып жатады, саяхатқа айналып жатады, әртүрлі дүниеге айналып жатады. Осы сізге сонымен қатар қолыңызға келіп жатады. Осындай бір ағынды қаншалықты дұрыс басқарасыз? Дұрыс басқарып жатсыз ба деген сұраққа енді сіздер кішкене түсінікті бола бастады да. Яғни нені дұрыс басқарып жатқаныңыз сізге түсінікті. Бірақ тағы бір сұрақтың жауабы бар сіздерде. Дұрыс басқару деген не? Дұрыс басқару деген қысқаша мынандай анықтама берейік. Сізге қазіргі өміріңіздің сапасын ұстап тұруға жеткілікті, бірақ сонымен қатар болашақ өміріңіздің сапасы кемінде қазіргіден жақсы болатындай нәтижеге жеткізетін. Яғни сіздің ақшаны қазір басқару стиліңіз біріншіден қазіргі өміріңіздің сапасын түсірмеу керек, қазір өміріңіз сізге көңіліңізден шығу керек. Екіншіден, болашақтағы өміріңіз кемінде қазіргіден төмен болмау керек. Яғни сізге бұл сұрақты мынандай формулировка жасайын, енді түсінікті болар. Сізден келіп кетіп жатқан ақшаны басқарғанда қазіргі өміріңіздің сапасы көңіліңізден шығатындай және болашақ өміріңіздің сапасы қазіргіден кем емес болатындай жағдай жасап жатсыз ба деп сұрақ қойын. Сіз иә деп жауап берсеңіз, онда бірінші қадамды орындадыңыз. Ал жоқ деп жауап берсеңіз, мынандай мысал келтірейін, бірнеше заңдар жұмыс жасайды. Әдетте ақшаны дұрыс басқару үшін не істеу керек? Бірнеше психологиялық этаптардан өту керек, бірақ мен психолог емес, но оны этаптардан өтсеңіздер болады. Мысалы, мынандай дүние бар. Сіздің қолыңызға неғұрлым көп ақша келсе, соғұрлым көп ақша жұмсай бастайсыз. Сол үшін ақшаны жұмсаудан бұрын сіздерге кішкене ақшаға деген көзқарасты өзгерту керек. Мысалы, көп адам бүйтеді да, мен мысалы курс өтсем, осы кезде акция сатып ал десем, басында келеді да, ал бұл ақшамды шығарып ала аламын ба дейді. Вот, осы кезде кішкене ақшаның табиғатын түсіну керек. Адамдар ақшаның формасын өзгерту деген дүниені түсінулеріңіз керек. Әрине бұл YouTube-тың видеосы сіздерге курс емес, бұл тереңдеп беретін білім емес, бірақ сонымен қатар осы дүниені болашақта зерттеңіздер деген сіздерге мысал келтірейін. Сонымен қатар ақшаны кіріс шығынды басқару керек. Мысалы, кіріс шығынды басқару үшін сіздерге жақсы бір идея, Каспи, немесе Халық банк, немесе Freedom нені қолданасыздар, бәрібір соңғы 3 айдағы выпискаңызды Excel таблица ретінде, немесе PDF ретінде шығарып алыңыздар. Содан кейін соны ChatGPT, немесе кез келген жасанды интеллектқа, бір нормальный жасанды интеллектқа соны жіберіңіздер. Обычно платный версиясында ол жақсы жұмыс жасайды. Соны жіберіңіздер да бірнеше сұрақ қойыңыздар. Мысалы, мынандай сұрақ қойсаңыз болады. Так, ChatGPT-мен сөйлесіп жатсаңыз, так, менің шығындарымның барлығын есептеп, белгілі категорияларға бөліп берші десең, ол категорияларға бөліп береді. Мынандай категорияларға ақша жұмсайсың. Сосын мынандай сұрақ қоямыз. Так, енді бұл шығындарды әр категорияға айына қанша процент ақшамды жұмсаймын, соны бөліп берші дейсің. Бөліп береді. Содан кейін мынандай сұрақ қойсаңыз болады. Мен қазіргі өмірімнің сапасын түсіріп алмай, скажем так, 10 000 теңге, немесе 20 000 теңге үнемдегім келеді. Қай жерден қалай үнемдейін, соны айтып берші десең, тура соны айтып береді. Ал ол 20 000 теңгені ары қарай инвестиция жасауға болады да. Яғни ақшаны басқарудың стилі қазір кішкене, ақшаны басқару бір шетінен қазір қиындап кетті, потому что маркетинг бар, басқа бар, Каспидің, Халық банктың, басқа жерлердің анандай рассрочка береміз, менен сатып ал, дүние сатып ал, Apple сатып ал, мынаны сатып ал, курс сатып ал, барлығын сатып ал деп жатқан заманда сатып алмай өзіңді ұстап тұру қиын. Бірақ сонымен қатар қазір инструменттер де көп та, сізге көмектесетін инструменттер де көп. Тіпті ChatGPT-ді анандай ретінде қолдансаң болады. ChatGPT-ға бір отдельный окно ашып қойып, бит жасауға болады да. Сен бүгіннен бастап менің қаржылық менеджерімсің. Күнделікті мен шығындарымды саған жазып тұрам, ал сен есептеп жүр деп айтуға болады. Сосын бір айдан кейін уже есептің нәтижесінде күтуге болады да. Осындай инструменттердің барлығын қолдануға болады. Яғни бірінші сұрақтың сізге айтылатын дүниесі ақшаны дұрыс жинап жатсыз ба? Дұрыс басқарып жатсыз ба? Ал енді қалған мысалы, үнемделген ақшаны не істейміз десек, сол үнемделген ақша сізге әдетте байлықты алып келеді. Мысал келтірейік, айталық, сіз айына бір 50 000 теңгеден инвестиция жасасаңыз, жылына 23% беретін инструменттер өте көп. Оны да зерттеп аласыздар. Мысалы, облигациялар бар, акциялар бар да, теңгемен, доллармен 23% деген өте қиын, но теңгемен 23% деген оңай.
осындай инструменттер өте көп. Соған айына 50 мың теңгеден жинасаңыздар, 18 жастан мысалы айталық 50 жасқа дейін. Ондай жинасаңыздар, сіздерде 200 миллион теңге жинауға мүмкіндік бар. Яғни қазіргімен салыстырған кезде где-то 400 мың, 500 мың доллар жинауға мүмкіндік бар. Сіздерге еркіндік бере ма? Иә, жай ғана 50 мың теңгеден жинап сондайды жасау деген, ол я думаю өте үлкен еркіндік береді. Қазіргі мүмкіндіктеріңіз одан жоғары болса, одан да жақсырақ жинауға болады. Сондықтан дәл осы инструменттерді қолданыңыз. Одан кейін бұл ChatGPT сияқты инструменттерде сонымен қатар ақшаны басқарудың басқа да инструменттері бар, оны іздесеңіздер болады. Мысалы, қарапайым кэшбэк. Сіздерге мынандай дүние айтайын. Өткенде менде бір жақсы ситуация болды. Қазір менде Freedom'да кэшбэк 7% береді. Apple Pay'ді қосып қойған, яғни кез келген сатып алымнан 7% кэшбэк береді. Ол кэшбэктің бәрін не істеймін? Мен брокерлік шотым ауыстырамын да акция сатып аламын. Freedom'ның кэшбэгінен Каспидің акциясын аламын, шетелдің акцияларын аламын, әртүрлі акцияларды сатып аламын. Бірақ сонымен қатар кейбір ограничениялар бар да, мысалы мынандай лайфхактар бар. 7% кэшбэк береді, бірақ бір транзакция кезінде максимум 30 мың теңге ғана береді. Магазинге барып, мысалы мен дейтін өткенде өте үлкен суммаға бір дүние сатып алып жатырмын. Сол кезде магазинге айтамын, так, менде картамда кішкене андай шектеулер бар еді, сіздің ақшаңызды 3-ке бөліп төлесем бола ма деп. 3-ке бөліп төлеймін, маған әрқайсынан 30 мың теңгеден кэшбэк береді да, мен жоқ жерден 60 мың теңге кэшбэкті тауып алдым да, хотя мен 30 мың теңге ғана кэшбэк алуым керек еді. Сондықтан әртүрлі кэшбэктарды зерттеңіздер, мысалы Халық банк бар, Банк Центр кредит бар, Freedom банк бар. Осы жерде кэшбэктер өте жақсы. Осы дүниелерді қолдансаңыз болады. Сонымен бірінші сұрақтың жауабы, осылардың барлығын зерттеп, біліп, ақырындап, үйреніп, тереңірек осылардың барлығын қолдансаңыздар, сіздерге бірінші сұрақтың жауабын нақты иә деп айтуға көмектеседі. Бірақ бұлардың барлығын қайдан іздеймін, қайдан үйренемін десеңіздер, қарапайым ChatGPT қолдансаңыздар болады. ChatGPT-ді ашасыздар, кез келген қаржылық сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, сіздерге көмектеседі. Екіншісі, табысты бюджеттирование жасау да. Екінші сұрақ сіздерге, болашақта сіздің мақсатыңызды орындайтындай бюджетті қазір жасап жатсың ба деген сұраққа нақты жауап беру керек. Яғни табысыңды стратегиялық түрде бөлесің ба деген. Мысал айталық та, ол нені білдіреді? Сіз белгілі бір қысқа мерзімді мақсаттарға ақша жинауыңыз мүмкін. Оның өзі жаман емес. Мысал айталық, сіз бір айдан кейін қиын. Мысалы, әдетте жылына бір рет саяхатқа барып тұрғың келеді дейсіз. Содан кейін соған ақша жинай бастайсыз, бірақ басқа ештеңеге ақша жинамайсыз. Сөйтесіз де жиналған ақшаны саяхатқа құртып жібересіз. Әдетте ондай кезде мынандай ойлар сізге еске алуыңыз мүмкін. Инстаграмда кезінде танымал еді ғой. Соңғы ақшаңа барсаң да, пожалуйста, саяхатқа баршы, дүние танымыңды кеңейтеді, өміріңді өзгертеді, бірдеңе. Мен ойымша соңғы ақшаға ешқашан саяхатқа баруға болмайды. В целом сондай дүниелерді көрген шығарсыздар, иә? Немесе дәл сондай да, яғни ақшаны тек қана саяхатқа жинайсыз. Мақсат кішкене, ол кезде сіз табысыңызды стратегиялық түрде, сізді байытатын стратегияны жасағыңыз келсе, мақсаттарды деңгейге бөлуді үйрену керек. Мына мақсат бұл қысқа мерзімді мақсат. Мысалы, саяхат деген 6 айдың ішінде орындалатын мақсат, қысқа мерзімді мақсат. Мысалы, көлік алу деген мақсат болуы мүмкін. Ол кішкене орташа мерзімді мақсат. Мысалы, 5 жылдың ішінде көлік алуыңыз мүмкін. Квартира дәл сондай да, мысалы, 7 жылдың ішінде квартира алуыңыз мүмкін. Сосын глобальный мақсат болады да, мысалы, көлік деген дүниелер, басқалар, ол кішкене өмірдің сапасын арттыратын дүние ғана да. Бірақ жалпы сіз бай болғыңыз келсе, миллионер болғыңыз келсе, кішкене глобальный мақсат қою керек. Менің мысалы 11 жылдық, 15 жылдық мақсатым осынша ақша жинау да. Яғни мына мақсаттар бір-бірінің үстін жауып тастамау керек. Мен мысалы мені байытатын ақшаны жинап жатсам бір жерге, сол байытатын ақшамды алып саяхатқа барып тастамауым керек та. Ол бөлек ақша, оны мен дейтін тек қана байлық үшін жинап жатырмын. Дәл сондай да. Яғни осындай кішкене стратегияларға бөлу керек, мақсаттарды деңгейлерге бөлу керек. Бұл деңгейлерге бөліп қойғаннан кейін осыған байланысты инструменттерді таңдайсыздар. Мысалы, мен саяхатқа баратын болсам, саяхатқа ақша жинауға көмектесетін дивидендтар бар. Осы бір YouTube видеомда айтқам, даже Банк Центр кредиттің менің арманым деген дивиденд. Мысалы, көлік алғым келсе да, қысқа мерзімді. Көлік алу үшін мысалы әдетте нені қолдануға болады? Мысалы, көлік алу үшін бірінші кредит деген тақырыптарды зерттеп алып, қазір дейтін Форте банкта 4,1%-пен 20%-ін жинап 4,1%-пен алуға болады да, сондай
годовая эффективная ставка 4%. Оның яғни стратегияларын анықтау үшін сондай программаларды зерттейсіздер. Үй алғыңыз келсе, отбасы банктің ипотекасы ең жақсы ипотекалардың бірі да. Басқа да банктердің бағдарламалары бар, сол тақырыптарды зерттейсіздер. Оның барлығы мысалы бөлек инструмент. Одан бөлек байлыққа жеткіңіз келсе, оның инструменттері кішкене бөлек та. Мысалы, мен бай болғым келеді деп, мен ипотекаға үй алу стратегиясын қолданбаймын ғой. Мен бай болғым келсе, мен дәулетімді әрдайым өсіретін стратегия қолданамын да. Мысалы, мен бизнестарға байланысты да бизнестарды зерттеймін, қалай бизнес жасауға болады. Немесе мен бизнесмен болғым келмесе, бірақ өзімнің мамандығымды қолданып, осы жерде жақсы жалақы алып, содан бай болғым келсе, онда, наверное, мен акция, облигация деген инструменттерді жақсырақ зерттеуім керек. Мысалы, ETF деген инструменттерді зерттеуім керек. Яғни әр мақсатқа алдымен ақшаны бөлу керек, сонымен қатар әр мақсаттың өзінің стратегиясын орындау керек. Мысалы да, қарапайым сізде ай сайын 300 мың теңге ғана табатын болсаңыз әзірге, онда сіз ақшаңыздың ең алдымен бірінші орында байлығыңызға ақша жинауыңыз керек та, себебі сіз ең бірінші өмірдің сапасын көтеруіңіз керек ғой. Мысалы 300 мың теңгенің 50-60 мың теңгесін инвестицияға жұмсауға болады. Инвестицияға жинаған кезде сол 50-60 мың теңгенің жартысын пока что тек қана акцияға жинай тұрыңызда, жартысын белгілі бір кәсіп бойынша немесе өзіңіздің мамандығыңыз бойынша білім алуға, немесе дәл сондай да, яғни сіздің квалификацияңызды көбейтіп, сізге көбірек ақша табатын инструменттерді үйренуге жұмсау керек болады. Где-то 200 мың, 190 мың теңгелерін тұрақты шығынға жұмсайсыздар, тағы да бір 30 мың теңгесін құбылмалы шығынға жұмсайсыздар, ал бір 5%-ын, 15 мың теңгесін далаға шашып жіберуге жұмсай берсеңіздер болады, өміріңіздің сапасы нормально болады. Осы дүние сіздерге бастапқыға жетеді. Бұл жай ғана бір мысал, бұдан басқа мысалдарды үйренесіздер. Үшінші сұрақ сіздерге: негізгі табыс көзінен бөлек табыс көзі бар ма? Бұл сұрақ кішкене анандай. Айтады, орыстарда бір жақсы термин бар. Вопрос с двойным дном дейді да, яғни екі түрлі түбі бар сұрақ деп. Қазақша аударған дұрыс емес шығар енді. Артында бір тұспалы бар сұрақ. Осылай айтады. Себебі қосымша табыс көзі кімге керек? Қосымша табыс көзі елдің бәріне керек емес, иә? Егер де сіздің қазіргі табысыңыз тым аз болса, кейбіреуге тым аз емес деген табыс болады. Кейбіреулер 1 миллион теңге табыс нормально, мен осымен де стратегиямды орындай аламын дейді. Кейбіреулер мысалы бір 150-200 мың теңге табады. Осындай кісілерге қосымша табыс көзі ауадай қажет. Қосымша табыс көздерін, яғни сіздерге үйрену керек. Қосымша табыс көзі ретінде нені үйренуге болады да? Инвестиция деген сіздерге қазір қосымша табыс емес. Мысалы, акция, облигацияны біреулер қосымша табыс деп ойлайды, қазір ол сізге көмектеспейді. Ол сізге байлық алып келетін дүние да. Қосымша табыс көзі деп нені айтасыздар? Мысалы, кейбіреулер affiliate маркетинг дегенді үйреніп алады. Мысалы, жаңағы қарапайым Freedomның 1000 теңгеге досыңды шақыратын ссылкасы бар ғой, оның өзін қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Сол сияқты адамдарға жазып айтсаң болады да, вот мысалы кез келген бизнесмендер Каспида қазір товар сататын бизнесмендер көп та, соған айтуға болады. Так, кешіріңіз, менің атым осындай, сіз Каспида осындай товар сатады екенсіз, давайте мен сіздерге осы товарларыңызды сатып алатын осынша адам табайын, да? Осынша адам табайын. Сіздер менің алып келген әрбір адамдарыма маған процентін беріп отырсаңыздар жетеді, да? Яғни сіз бүкіл бизнес процессте ештеңе орындамайсыздар, просто сол Каспидағы жаңағы тауарды сатып алатын адам табасыздар, соған қосымша табыс көзі. Одан бөлек, мысалы, YouTube каналдар жасау болады да. Мен өткен айда мысалы YouTube'дан $250 түскен екен да. $250 түскен, ол мен қосымша табыс ретінде қарастырмаймын, но уже ол жерден жасауға болады. Әрине мен әрбір видеоға ақша жұмсаймын, бірақ ақша жұмсамай-ақ та осы дүниелерді жасауға болады. Егер де мысалы мен уақытымды монтажға ештеңе жұмсағым келмейді, бірақ монтажға бәріне өзім уақытымды жұмсайтын болсам, мен тегін ақ жасай алатын едім да. Осындай қосымша табыс көздері бар. Әртүрлі қосымша табыс көздерін іздей берсеңіздер болады. Мен тек қана онлайнды қарастырып жатырмын ғой. Кейбіреулер көшеге шығып, өткенде бір қыз 15 мың теңгеге, 5 мың теңгеден мынандай өзі сурет салады да, күнде 200 сурет салады, соны көшеге шығып 5 мың теңгеден сатып жүр. Ол да қосымша табыс көзі. Ол бірақ 15 жасар қыз, дәл сондай. Яғни қосымша табыс көзі осындай адамдарға керек. Бірақ кейбір кісілер бар, уже кәсіпте нормально, более-менее нәтиже көрсетіп жатыр да, сол нәтижесі олар да сол $1 миллион сияқты белгілі бір мақсатын алып келеді, олар қосымша табыс іздей бастайды. Ол кішкене қате. Ол кезде кішкене расфокус болады да, негізгі кәсібіңізден табатын ақша екінші кәсіптің шығынын жабуға ғана кете беретін болады. Ондай дүние қатты керек емес. Сондықтан үшінші сұраққа я деп жауап берсеңіз, қай кезде я деп жауап беру керек екенін білу керек та. Хорошо. Үшінші сұрақ түсінікті болды. Төртінші сұрақ. Сен
ақшаға жұмыс жасайсың ба, ақша саған жұмыс жасайды ма? Бұл кішкене уже қиын сұрақ та. Мысалы, сен ақшаға жұмыс жасайсың дегенде, адамдардың көпшілігінде табыстың екі түрлі көзі болады да. Біреуі белсенді табыс, біреуі пассив табыс. Белсенді табыс деген не? Белсенді табыс деген әрбір теңге, әрбір тиын түсу үшін сен жай отырмауың керек. Жатпауың керек, сен тұрып жұмыс жасауың керек. Ол жұмысты қолмен жасайсың ба, аяқпен жасайсың ба, баспен жасайсың ба, мимен жасайсың ба, оймен жасайсың ба, көзбен жасайсың ба, бәрібір. Әйтеуір орныңнан тұрып, немесе орныңда жатып алып, әйтеуір сенің тарапыңнан белгілі бір іс әрекетті талап ететін жұмыстың барлығы ол белсенді табыс. Сенің тарапыңнан іс әрекетті талап етпейтін жұмыстар бар, ол жұмыс болған табыстар бар, олар пассив табыс деп аталады. Бірден айта салайын, мына мифті жойып жіберейік. Өмірде 100% пассив табыс деген болмайды. Енді ең жақсы пассив табысқа жақын инструменттер олар акциялар, облигациялар. Сен оны сатып аласың, ақшасы өзінен өзі түсе береді да. Мысалы, депозитте сондай ғой, сен ақша салып қоясың, өзінен өзі түсе береді. Бірақ соның өзінде де біз белгілі бір іс-әрекеттер жасауымыз керек та. Мысалы, біз акцияны айына бір рет зерттеп қоюымыз керек, портфельдерімізді түзетіп қоюымыз керек. Депозитті тоже да, процентный ставканы орталық банктың проценттік, ұлттық банк Қазақстанда ұлттық банктың пайыздық мөлшерлемелерін зерттеп жүруіміз керек. Яғни белгілі бір іс-әрекеттер жасауымыз керек, бірақ көп емес та, өте аз. Пассив кіріске осылар жасамыз. Ал белсенді табыс деген, яғни біз өзіміздің уақытымызды сатамыз да, соған біз үшін ақша береді. Осы белсенді табыс. Енді сұрақ. Сен тек қана уақытыңды сатып ақша табасың ба? Осы сұрақ не үшін өте маңызды? Себебі бізде уақыт шектеулі. Сондықтан уақыт шектеулі болса, біз уақытымызды сатпай ақша табатын жолды жасаған ыңғайлы, я? Яғни, немесе уақытымыздың бағасын арттыру ыңғайлы. Біз уақытымыздың бағасын дейтін арттыра берсек, бір күні ол өте пассив кіріске өте ұқсас болады. Мысалы, мен қазір бір бизнес жасап жатырмыз да, бізде мысалы біз қаржылық сауаттылық бойынша сабақ береміз, инвестиция бойынша сабақ береміз. Сонымен қатар бізде қаржылық осы бизнестарға консалтинг ашып жатырмыз. Осы ашып жатқан дүниеде менде бір таңдау бар. Күнде өзім келемін да, сабақты да өзім беремін, консалтингді да өзім жасаймын, сценарийді да өзім жазамын, рилсті да өзім түсіремін. Осы таңдау бар. Либо мен басында кішкене маған проблемасы көбірек болса да, бұның барлығын өзім жасамай, маған жұмыс жасайтын адамдар жасайтын деңгейге жетуге тырысамын. Әрине 100% ондай деңгейге жетпейміз, өте қиын, бірақ максимально мен өзімнің азырақ уақытымды жұмсап, мен үшін басқа адамдар, мен оларға ақша төлеймін ғой, олар көбірек ақша тапса, значит менің кірісім максимально мен ақшаға жұмыс жасайтын емес, ақша маған жұмыс жасайтын деңгейге жете бастайды да. Немесе мен ақшамның көп бөлігін инвестицияға жұмсай берсем, акция облигация сатып ала берсем, акция облигацияның бағасы уақыт өте келе, акцияның бағасы уақыт өте келе өсе береді. Немесе облигацияның купондары бар, акцияның дивидендтары бар, олардан пассив кіріс ақырындап көбейе береді. Енді мен неғұрлым көбірек ақша сала берсем, ол соғұрлым көбею жылдамдығы да арта береді да. Пассив түрде маған ақша келе береді. Осы кезде де ақша маған жұмыс жасай бастайды да. Яғни сізде ключевой сұрақ, ақшаға жұмыс жасайсың ба, әлде ақша саған жұмыс жасай ма? Себебі біз тек қана ақшаға жұмыс жасап, барынша уақытымызды тұрақты түрде сата беретін болсақ, уақытымыз шектеулі болғандықтан біз үлкен байлыққа жету бізге қиындай түседі. Үлкен байлыққа жету үшін барынша ақша бізге жұмыс жасайтын сфераларды қамти бастауымыз керек та. Яғни бизнеста болсақ жүйе құрастыруымыз керек, инвестицияда болса тоже белгілі бір жүйемен инвестиция жасауымыз керек. Просто так найымда жүріп, ақшаны таба берген бізге жеткіліксіз да. Тапқан ақшаны белгілі бір бізге жұмыс жасайтын деңгейге жеткізуіміз керек. Осы сұрақ ключевой дүние. Бесіншісі ол мынандай дүние, қаржы сауатың бойынша қаржы сауатыңды арттырып жатсың ба, немесе білім алып жатсың ба деген дүние. Себебі әрине қаржының негізгі принциптары ол баяғы өткен заманда дін мұсылман аманда пайда болған принциптар да, ол қатты өзгермейтін принциптар. Мысалы, сауданың принципі өзгермейді ғой, саудагер баю үшін не істеу керек? Бір жерден арзан алу керек та, басқа жерге қымбат сату керек. Ол базовый принцип, ол ешқашан өзгермеген осы күнге дейін да. Мысалы, анандай бір жерден қымбатқа сатып алып, арзанға сататындар байып кететін кездесе ма, білмеймін, өте сирек кездессе де. Бірақ әдетте арзан алып қымбат сатасың. Сол сияқты ақшаның белгілі бір принципі бар да. Просто ақша неғұрлым, мысалы, фиатный ақша дейді, теңге сияқты, доллар сияқты. Ол ақшалар
үкімет дейтін басқаратын болса, олар уақыт өте келе инфляцияға ұшырай береді. Ол баяғыдан келе жатқан базовый принцип, себебі экономика өсе береді, экономика өсе берген соң ақша көбейе береді, ақша көбейе берген соң сұраныс әдетте көбейе береді, сонда инфляцияға ұшырайды. Кейбір елдерде ол дефляцияға ұшырайды да. Екі жағдайда ең жақсы дүние емес, сондықтан инфляцияңыз бар болса, инфляциядан қорғану керек әдетте. Бұл базовый принциптардың бірі. Сонымен қатар, мысалы, ақшаны тек қана кэш күйінде ұстау, өмір бақи кэш күйінде ұстау ең жақсы стратегия емес. Ең жақсы стратегия емес. Кэштан бөлек, мысалы, облигация түрінде, акция түрінде, алтын түрінде, квартира түрінде, бизнес түрінде ұстау, әртүрлі активтерге салу, ол жақсырақ стратегия да. Бірақ ситуацияға тәуелді. Яғни осындай базовый заттар бар. Немесе ақша жинаудың инструменттері. Мынау базовый да. Сен неғұрлым көбірек ақша тапсаң, соғұрлым ақша көбірек жұмсайсың. Ол баяғы өткен заманнан келе жатқан принцип. Бұны біз жеңуіміз өте қиын болады. Бірақ бұны қолдануға да болады. Я, мен көбірек ақша жұмсайын, бірақ көбірек ақшаны мен абсолютно суммамен есептемейін. Мысалы, 500 мың тапсаң 500 мың жұмсайсың дегеннен гөрі, мен әрдайым шығындарым 70%-тен аспайды деген болуы мүмкін. Сол кезде сіз 200 мың тапсаңыз 140 мың жұмсайсыз, айталық та, 1 миллион тапсаңыз 700 мың жұмсайсыз. Я, көбірек ақша тауып жатсыз, көбірек ақша жұмсап жатсыз, бірақ сонымен қатар жинайтыныңыз да көбірек болып жатыр да. Ал ақшаны просто так жинау мысалы байлыққа алып келмейді. Ол тоже жақсы принцип та. Ақшаны байлыққа жету үшін ақшаңыз сізге жұмыс жасау керек, осыған дейінгі сұрақтарға қойыңыз. Сондықтан осы тақырыпты кішкене зерттеген дұрыс, осы тақырыпқа байланысты әдеттер қалыптастырған дұрыс. Мысалы, бірнеше жақсы кітаптар бар. Джордж Клейсонның ежелгі Бабылдағы немесе ежелгі Вавилондағы ең бай адам деген бар. Морган Хаузелдің ақша психологиясы деген бар. Сонымен қатар Төбеттің есімі Мани деген кітап бар. Ақшалардың құпия өмірі деген кітап бар, әртүрлі да ақшаға қатысты. Сондай дүниелерді үйренсеңіз болады. Жалпы негізі осы тақырыптарды кішкене зерттеп жүрген дұрыс. Мен парақшамдағы ютубтағы видеоларды көріп жүрсеңіздер, мен инстаграм бар, еркін ТД деп аталады. Сол жақтағы рилстарды көріп жүрсеңіздер, мен күнде рилс шығарамын осы тақырыпқа. Сол тақырыптарды зерттеп жүрсеңіздер, кішкене қаржылық сауаттарыңызды арттыра бересіздер деп ойлаймын. Бірақ жалпы қорытындылай келе, мынандай бір 5 түрлі пунктті қайтадан атап өтейік та. Миллионер болғыңыз келсе, қазір мысалы сіз жасыңыз 25-те, 40 жаста миллионер болғыңыз келсе, біріншіден ақша ағымын дұрыс басқаруды үйренуіңіз керек. Екінші, табысты стратегиялық түрде бөлу керек. Үшінші, қосымша табыс көзін тауып, соны үйреніп, соны дамыту керек. Бесінші, ақша саған жұмыс жасайтындай жүйелерге көшу керек. Ақырын бірден ондай болмайды да. Және бесіншісі, қаржылық сауаттылық тақырыбын әрдайым зерттеп жүру керек, үйреніп жүру керек. Себебі ақша біздің өмірімізде өте жиі кездеседі. Соны күнделікті зерттей берсек, жаңа қырынан сіздерге ашыла береді. Қанша сұраққа я деп жауап бердіңіз, бағана мен қойған комментарийға жазсаңыздар болады. Мен мынаны жақсы істейді екем, мынаны жаман істейді екем деп. Ал бұл видеоны мынандай поделиться деген кнопканы басасыз да, ссылканы копировать етіп аласыз да. Класстастардың группасына жіберген дұрыс шығар, егер сіздердің жас болсаңыз. Ал жастарыңыз 50-60-та болса, мысалы, онда балаларыңызға, туысқандарға жіберіп қойсаңыздар болады. Себебі бұл видеоның пайдасы біраз адамға тиеді деген ниеттемін. Сау болыңыздар, келесі сабақта деп келесі видеоларда жүздескенше.